Неге мына екеуі құшақтасып тұрмыз? Білмедім. Ағалық қарындас. Ағалы қарындас. Қарындасыңызбен сөйтіп құшақтасып тұрасыз ба? Мә, сізді сата салды ғой. Сізді сата салды. Досым деп жүрсіз. Ештеңе айтқан жоқ, не айттым? Ағалық қарындас дедім. Не үшін құшақтап тұр дедім. Дейді, мен мысалы өзімнің қарындасыммен құшақтаспаймын деді. Садәулет қалай ұялмайды тұр. Құрметті оқырмандар, біздің студияда таныш Жан Ақтөре. Қалайсыз? Жансая әке. Өзіміз бүгін ала-ала болып киініп кетіп, бір-біріміз сезгеніміз ау. Аха. Ментальный связь дей ма, сондай ма? Аха. Көңіл-күйіңіз күшті сияқты ғой. Әдемі, мен баяғыда көңілді жүрмін. Аха. Сөйтіп Жансаяға келіп қалдыңыз. Иә, келіп қалдым. Жаңа не айтып едіңіз, маған ұмытып қалдым. Бізде бақытты болу керекпіз ғой. Аха. Бізде маусым, сіз маусым Қатысушысы. болғансыз, ә? Сіздің эфирде кім маусым қатысушына лайықты деп ойлайсыз? Маусым қатысушысына Айгүл лайық. Айгүл? Айгүл жоқ қой ол жерде. Қосу керек сол. Мен қосамын. Мәссаған. Бұл қандай болды? Бұл қандай ой болды білмеймін. Інісі тұрған кезде Айгүл. Көңіл-күйі қалай екен? Айгүл, сіз әнші болам деп шешіпсіз ғой. Әнші болам. Сөз айтамын деп кеттіңіз сізге не хат видео түсіріп. Ой, айтпаймыз. Бірақ өте әдемі шықты. Иә? Өте ерекше шықты. Демалысыңыз қалай өтті? Демалыс күшті өтті. Бірінші күні балаларыммен қыдырды, екінші күні үйде болдық. Осы жобада өзіңізге жаныңызға жақын осы адамды жолықтырдым, кездестірдім деп кімді айта аласыз? Осы бір жыл бойы ма? Иә, иә. Күн бойы ұзақ ойланып кеткен қалай болды. Таппай отырмын қазір. Сырларымды айта аламын, кішкене жақын болды маған деп. Қиындау сұрақ болып тұр шыны керек. Ешкімді айта алмайсыз ба? Bir жан бар еді, оны айта алмайсыз ба? Есіне түсті, достар. Есіме түсті, Әділ бар екен ғой құрсын. Жаным, Әділ ренжіп қалып отыр қазір маған десене. Әділ ғой, жақын болып араласып кеткенбіз, келгеннен бастап екеуміз бір конфликт болып, екеуміз бір рет дос ұрыспағанбыз. Мінезіміз де күшті келеді, дос ретінде андай. Қыз бен жігіттің арасы дос болмайды еді, бірақ Әділ екеуміз арамызда күшті дос. Иә, әліңге дейін хабарласып, әліңге дейін сөйлесіп тұрады. Жолығып, сөйлесіп араласып тұрамыз. Сіздердің Бұл маған таныстықтар. еще қарындасы ретінде де қарайды да, сол жағынан. Ру жағынан ба? Жоқ, ондай емес, жалпы бұл. Таныстықтарыңыз қалай болады? Жаман емес. Жаман емес па? Бірақ сіздің әндеріңіздің сөздері бір басқаша мағына береді. Қандай болады? Білмеймін. Мен деп ойла деп оған да айтып қойып жатқаным ғой, жалпы. Басқа қыздар қарап кетпей, мен деп ойлап жүр деп ше. Одан бөлек тиктоктар бар ғой. Құрметті оқырмандар, сосын мен Айгүлге дым тиісіп сөйлемеймін, маған жазбаңыздаршы, тиісіп сөйлеме деп. Тиісіп сөйлейсің деп, тиісіп сөйлемеймін. Бір әнін көріп қалдым да, оны тиктоктан көре аласыздар өздеріңіз. Жора, сіз қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Спасибо. Көзіңіздің түсі өзгеріп кеткен ба? Линза тақтым ғой, Бәсе необычный болып отырмын бүгін. Басқаша болып отырсыз. Біздің жобаға келгеніңізге өте аз уақыт болды. Бірақ десе де бір осы жанмен кездескеніме танысқаныма қуаныштымын деп кімді айта аласыз? Үміткерлерден